Қазақ жеріндегі Қожа Ахмет Ясауи кесенесі халқымыздың рухани тарихын айқындайтын қасиетті ескерткіштердің бірі. Бұл зәулім ғимарат ғасырлар бойы бүкіл түркі дүниесінің рухани орталығы ретінде танылып, елдің мәдени мұрасын сақтауда баға жетпес рөл атқарып келеді. Оның әрбір кірпіші мен сәулеттік келбеті, ішкі құрылымы мен көркем нақыштары халқымыздың өнері мен дүниетанымының қаншалықты терең болғанын паш етеді. Ата-бабамыздан қалған ежелгі кесенелерді тек тарихи тұлғаларға арналған ескерткіш деп қана түсінбеу керек. Олар халықтың өткен өмірінен сыр шертетін, ұлттық болмысымыздың негізін құрайтын шынайы рухани қазына. Әрбір кесене белгілі бір дәуірдің тынысын, сол заманның мәдениеті мен сенім нанымын бейнелейтін тарихи айғақ болып табылады. Сондықтан бұл мұраларды көздің қарашығындай сақтау бүгінгі ұрпақтың басты парызы. Тарихтың осы терең тамыры бүгінгі заманмен де тығыз байланысқан. Қазіргі Қазақстанның жаңашыл келбетін Астана қаласынан айқын көреміз. Заманауи сәулетті ғимараттар тәуелсіз еліміздің дамуға деген ұмтылысын білдіреді. Архитектурада ұлттық өрнектер мен дәстүрлі элементтердің үйлесім табуы өткен тарих пен жарқын болашақ арасындағы үзілмес сабақтастықтың белгісі.